Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгін бізде 17-де екінші сабақ. Сабақтың тақырыбы амин қышқылдары. Ал енді бастайық. Жалпы амин қышқылдары деген екі бөліктен тұрады. Байқасаңыздар, амин деген бөлігі бар және қышқыл деген тобы бар. Амин деген бізде NH2 тобы болса, қышқыл деген ол бізде COH тобынан тұрады. Егер осы NH2-де COH-ты бір топта кездесетін болса, мына молекула секілді, онда бұл затты біз амин қышқылына жатқыза аламыз. Енді амин қышқылдарында COH та NH2-де тобы бар екенін біз біліп жүрміз қажет. Енді алдарыңыз амин қышқылдарының кейбір өкілдері көрсетілген. Көбінесе карбон қышқылдарының бір сутегінің орнына NH2 тобын жалғап жібере салған. Мысалы, сірке қышқылы болатын болса, мына қараңыздар, CH3 дегендегі бір сутек кетіп қалған, мына CH2 қалған, и біреуінің орнына NH2. Мына жерде барлығы 2, кстати. 3 деп жүрмеңіздер. Мұның бәрі 2. Сол кезде NH2, CH2, COH, міне пропион қышқылы 3 көміртек болғаннан кейін 4 көміртек болса, май қышқылы. Яғни осылай жалғасып кете береді. Бізде в целом органикадағы карбон қышқылдарының бір сутегінің орнына NH2 келсе, амин қышқылдары түзіледі. Енді амин қышқылдардың осында екі үлкен тобы бар. Біріншісі алмасатын, екіншісі алмаспайтын амин қышқылдары. Вот тупо сұрақ келе салады, алмасатын амин қышқылы деп қойсат болды, я болмаса алмаспайтын амин қышқылы деген секілді. Алдарыңыздағы мынау 10 амин қышқылдарын бізге жаттап алу қажет екен. Жалпы көлемде 20 амин қышқылы бар. Так, ендеше амин қышқылдарын қалай аламыз? Сонымен танысайық. Ең бірінші галоген карбон қышқылдарының аммиакпен әрекеттесуі дейді. Галоген карбон қышқылы деген қалай? Мысалы, хлор, CH2, COOH деген. Мынау бізде хлор сірке қышқылы. Егер осы затқа біз қазір аммиакты қоссақ, онда аммиагымыз хлордың орнына келіп тұрып алады. Сөйтіп бізде NH2, CH2, COOH қосылған. Қараңыздар, H-хлор деген затты түзіледі деп ойлап тұрсаңыздар, қателесесіздер. Аммиактың алдына былай 2 қоямыз, и H-хлор мен аммиак өзара тағы да әрекеттесіп кетіп, аммоний хлориді деген зат осылай түзіліп кете салады. Тағы да біреуін көретін болсақ, мысалы, бром, C2H4COOH қосылған аммиак. Міне, бромның орнына аммиак келіп алсады, сөйтіп NH2, C2H4COOH қосылған NH4 бром деген зат осылай түзіліп кетеді. Осылай бізде амин қышқылдары алынады. Негізінде жігіттер қыздар ешкім бұл амин қышқылын алып өтпейді. Амин қышқылдарын қазіргі уақытта көбінесе өндірсе кімдер арқылы алады? Нәруыз арқылы алады. Яғни амин қышқылдары деген нәруіздің мономерлері ғой. Соларға су қосу арқылы, я болмаса басқа заттарды қосу арқылы осылай амин қышқылдарын бөліп алуға болады. Ал мына көрсетілген реакция арқылы амин қышқылдарын алу кемде-кем бұл табылады екен. Кеткенде физикалық қасиеттеріне келік. Амин қышқылдары суда жақсы еритін түссіз кристалды заттар, олардың көбінің тәтті дәмі бар. Амин қышқылдарын жігіттер қыздар білетін болсаңыздар, көбінесе адамдарға былай дәрі ретінде беріп жатады кейбір уақытта. Мысалы, адам комаға түсіп қалатын болса, күнделікті ол өзінің қоректік минимум жеп отыр керек. Яғни қоректік минимум деген не? Оған белгілі бір мөлшерде май жеу керек, белгілі бір мөлшерде көмір су қолдану керек, белгілі бір мөлшерде тұз қабылдау керек. Және солармен қатар бізде нәруіз деген заттарды қолданысу қажет. Енді майды, көмір суды біз су арқылы, я болмаса капельница арқылы саламыз, нәруізді капельница арқылы салмаймыз. Сол себепті нәруіздің орнына біз амин қышқылдарын кейде беріп жатады екенбіз. Осындай ақпараттарымыз бар. Так, енді амин қышқылдары қандай реакцияға түседі? Сонымен танысақ, ең бірінші карбоксил тобы бойынша реакцияға түседі. Жігіттер қыздар, амин қышқылдарының формуласы бізде NH2 радикал COOH деген болса, бұл қазір карбоксил тобы бойынша реакцияға түседі, және NH2 тобы бойынша реакцияға түседі. Енді бір қызығы, COOH деген ол бізде қышқылдық топ, ал NH2 деген ол бізде негіздік топ. Бізде амин қышқылы сонда негіздік те қышқылдық та қасиет көрсете алады. Яғни бұл екі дайлы деген сөз. Қазір карбоксил тобы деген ол қышқылдық қасиет қой. Қышқылдық қасиет болса, ол кіммен әрекеттесу керек? Ол өзіне қарама-қарсы негіздермен әрекеттесуі керек. Ал ендеше оларды көрейік. Мысалы, бізде амин сірке қышқылы деген затымыз болсын. Я болмаса, бұның аты глицин. Осы затқа сілті қосайық. Натрий OH. Өте қарапайым процесс. Мынау натрийка сутектің орнына келіп тұрып алады. Сутек пенен OH бірігеді, H2 деген затқа айналып кете салады. Сонда NH2, CH2, COO натрий қосылған H2 деген процесс түзіледі. Тағы да біреуін көрейік. Мысалы NH2, CH2, COOH
қосылған. Енді сілтінің өзін емес, натрий бір тұздарды қосып көруге болады. Мысалы, натрийдің карбонатын қосуға болады. Қараңыздар, натрий қайттан мына жерге келіп тұрып алады. Сол кезде NH2, CH2, COO, натрий. Енді сутек пен карбонат біріккен кезде H2CO3 деген зат түзілу керек қой. H2CO3 өте тұрақсыз зат, ол ыдырап кетеді. H2O-ға ыдырап кетеді, және CO2 деген затқа осылай ыдырап кетуі қажет. Бұл реакцияның теңестіру қажет екен. Мына заттың алдына 2 қоямыз, және мына заттың алдына 2 қоямыз. Осымен біздің реакцияларымыз теңесті. Так, карбоксил тобы бойынша қысқа осы, яғни сутектердің орнына натрий келіп тұрып ала салады екен. Яғни COH тобы ғана өзгереді. Бұл сілтімен әрекеттесе алады, сілтілік оксидтермен әрекеттесе алады, натрийдің тұздарымен, басқа да сілтілік қасиет көрсететін тұздармен әрекеттесіп кете алады екен. Келесі екінші амин тобы бойынша, яғни бұл жерде уже NH2 тобы өзгеру қажет. NH2 деген біз жаңа айттық, мынандай негіздік қасиет көрсетеді. Негіздік қасиет көрсетсе, бұл қарама-қарсы кімдермен әрекеттесу керек? Бұл қышқылдармен әрекеттесу керек. Мысалы, NH2, CH2, COOH, бұған қосамыз H хлор деген затты. Енді мынау сутегіміз қазір мынау NH2-ге бар қосылса, біздің формула NH3, CH2, COOH, тік жақша, и сыртына хлор деген зат осылай келіп алады. Осындай кешендік қосылыс түсіліп кетеді. Тағы да біреуін көретін болсақ, NH2, C2, H4, COOH, қосылған H-бром деген молекула. Сутегіміз қайттан мына жерге қосылып кете салады. Сөйтіп бізде NH3, C2, H4, COOH, тік жақша, сыртына бром деген молекула осылай түзіле салады екен. Так, келесі амин қышқылдардың өзара әрекеттесу реакциясы дейді. Оказывается, біз амин қышқылдар между собой әрекеттесе алады екен. Мысалы, NH2, CH2, COOH деген затқа мен қазір қоса аламын. NH2, C2, H4, COOH деген затты. Енді қараңыздар, мына жердегі OH тобы мен мына жердегі сутек тобы кетіп қалады. Сөйтіп бізде H2O деген зат түзіледі. Енді не қалды? Солар біргеді. NH2 қалды. CH2 қалды. Мына жерде COH деген CO-сы қалды. Мына CO. Бұл CO мына жақтағы NH2-дегі NH пен жалғанады. Бұл ары қарай C2, H4, COOH және H2O деген затқа айналып кетеді. Тағы да біреуін көрейік. Мысалы, NH2, CH2, COOH қосылған NH2, C2, H4, COOH қосылған NH2, C3H6, COOH деген секілді заттарды қосып көрейік. Сол кезде, мына қараңыздар, мына OH тобы мен сутек кетеді. Мына OH тобы мен сутек кетеді. Не қалды? Солар біргеді. NH2, CH2, CO, NH, C2, H4, CO, NH, C3H6, COOH. Енді жігіттер қыздар, амин қышқылдары өзара әрекеттескен кезде пайда болатын затты біз нәруыз деп атаймыз. Ендеше бір нәруіздің құрамы негізі кем дегенде 20 амин қышқылы болуы қажет. Ал бізде пока енді 20 амин қышқылы емес, бізде екеу астындағы да 3 қана амин қышқылы бірігіп жатыр. Бұндай қарапайым нәруіздің түрлерін біз дипептид я болмаса трипептид деп атаймыз. Мына қараңыздар, мына жақта қазір 2 амин қышқылы қатысқаннан кейін бізде пайда болған затты дипептид деп атайды. Ал мына жақта қазір 3 амин қышқылы қатысқан соң бұның аты трипептид болады екен. Енді естеріңізде болса, я болмаса биология курсын оқыған болсаңыздар, нәруіздің 4 реттік құрылымы бар еді. Бірінші реттік, екінші реттік, үшінші реттік, төртінші реттік деген секілді. Енді сол бірінші реттік нәруіздің құрамында қандай байланыс болатын еді? Әрине пептидтік байланыс деген болатын еді. Енді сол пептидтік байланыс деген жігіттер қыздар, бізде химияда формуласын көрсететін болсақ, осы CO менен NH-тың арасында түзілетін байланыс. Бұл пептидтік байланысты кейде жігіттер қыздар амидтік байланыс деп те атайды. Сонда қараңыздар, мынау дипептид молекуласы, бұл жақтан CO NH деген байланыстың саны, яғни пептидтік байланыстың саны біреу ғана болып тұр. Мынау қазір трипептид, бұл жақта пептидтік байланыстың саны қанша болып тұр қазір? 2 болып тұр. Байқадыңыздар ма? Дипептидте 1 пептидтік байланыс, трипептидте 2 пептидтік байланыс болып тұр. Сонда тетрапептидте қанша пептидтік байланыс болады? Әрине бізде 3 пептидтік байланыс болады. Пентапептидте 4, гексапептидте там 5 деген секілді. Солай біреуін азайтып кетіп отыра бересіздер. Ал ендеше атаулармен таныссақ,
Мынау глицин, мынау аланин пайда болған зат глицин, аланин деп аталасылады болды. Мынау глицин, мынау аланин, мынау допустим валин деген болса, мына заттың аты глицин, аланин, валин деген секілді атпен танымал болады. Так, осындай бізде қызықты реакция. Келесі, енді нәруіздің де қасиеттерімен қосып кеттім. Негізі нәруіз деген ол бөлек бір тақырып, бірақтан ұбт-да именно осы үшеуі келеді. Сол себепті осы үшеуін біз түсініп алайық. Қараңыздар, нәруізді анықтау үшін қолданылатын үш негізгі реакция бар. Бірінші реакция нәруізге мыс сульфатын және натрий гидроксидін қосады. Бұл реакцияның аты биурет деп аталады. Егер нәруізі бар затқа мыс сульфаты мен натрий гидроксидін қоссақ, ол жерде күлгін түс пайда болады. Ал егер біз белгісіз бір пробиркаға мыс сульфаты мен натрий гидроксидін қоссақ, и ол жерде күлгін түс пайда болмаса, ол жерде өкінішке орай нәруіз жоқ деген сөз. Келесі, екінші сол нәруіз анықтауға арналған реакция бар. Бұл ксантопротеин. Біз нәруізге концентрлі азот қышқылын қосамыз. Бұл кезде ол сары түсті береді екен. Егер ол сары түс болса, белгісіз заттың құрамында азот қышқылын қосқан кезде, онда оның құрамында нәруіз бар деген сөз. Тура солай цистеин деген реакция бар. Нәруізге қорғасын ацетатын қосамыз. Егер ол қара түс берсе, значит, бұның ішіне нәруіз бар деп біз өте оңай айта аламыз. Ал ендеше әрбір осы мынау биурет, ксантопротеин, цистеин деген реакция бұл нәруіздің құрамындағы ерекше бір байланыстардың типін анықтауға көмектеседі екен. Мысалы, биурет деген реакция бұл нәруіздің құрамында пептидтік байланыстың бар екенін анықтайды. Жазып қоямыз, пептидті анықтайды. Мынау ксантопротеин деген бұл нәруіздің құрамында бензол сақинасы бар ма, соны анықтайды. Бензол сақинасын анықтайды деп жазып қойық. Анықтайды. Ары қарай цистеин деген реакцияны қарастырсақ, бұл бізде нәруіздің құрамында күкірттің бар ма, жоқ па, соны анықтайды екен. С бар екенін анықтайды. Байқасаңыздар, қорғасын деген нәрсе күкіртпен тұнбаға түсінеді. Сол қорғасын сульфиді деген бізде қара түсті тұнба пайда болатын еді осы жерде. Так, жігіттер қыздар, осымен біздің теориялық бөліміміз аяқталды. Енді әдеттегідей сіздерге 5 сұрақ дайындап қойдым. Сол 5 сұраққа жауап беріп кеттіңіздер. Бірінші сұрағымыз, екінші сұрақ, үшінші сұрақ, төртінші сұрақ және бесінші сұрақ. 5 сұраққа толықтай жауап берген болсаңыздар, дұрыс жауаптармен тексеріп алыңыздар. Жігіттер қыздар, егер видеоны осы жерге дейін көрген болсаңыздар, онда комментарийға 5 сұрақтың қаншаны дұрыс жауап беріңіздер, соны қалдыра кетіңіздер, және видеоны лайк басып каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.